Саламатсыздар ма? Бүгін біз осы аптадағы биліктегілердің ауыс түйісі жайлы айтатын боламыз. Кім қызметтен кетті, кімнің лауазымы өсті, қандай шенеунік орында қалды? Сайлаудан кейінгі тағайындаулардан не күтеміз? Осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. 7 желтоқсанда Павлодар облысының әкімі болып Асайын Байханов тағайындалды. 45 жастағы Байханов 2021 жылдың шілдесінен бері Павлодар қаласын басқарған. Оған дейін Павлодар облысы әкімінің орынбасары болған. Бұған дейін облысты басқарған Әбілқайыр Сқақов Екібастұздағы жылу электр орталығында апат болып, қала тұрғындары қақаған аязда бірнеше күн бойы жылусыз қалған шақта 1 желтоқсанда қызметінен босатылған еді. Оның міндетін уақытша облыс әкімінің орынбасары Алик Круг атқарған. Екібастұздағы апаттан кейін жекеменшікке берілген жылу желісін басқару ісіне күмән пайда болған. Билік станция қызметкерлерінің қателігінен құбыр желісіндегі қысым күрт күшейіп, апатқа ұрындырды деп мәлімдеген. Екібастұздағы жағдай бойынша құрылған жедел штаб 7 желтоқсанда таңертеңгі сағат 8-дегі жағдай бойынша қаладағы барлық тұрғын үйлерге жылу берілгенін хабарлады. Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша 7 желтоқсанда үкіметке Екібастұз бен өзге елді мекендердегі аянышты ахуалды түбегейлі өзгерту мақсатында нақты шешімдер қабылдау тапсырылған. Өткен аптадан бері облыс әкімдерін тағайындаған Тоқаев бұл апта Даниал Ахметовті Шығыс Қазақстан облысының әкімі қызметінде қалдырды. Президент оған қатысты жарлықты ротация соңына қарай шығарды. Даниал Ахметов Шығыс Қазақстан облысын 2014 жылдан бері басқарып келеді. 68 жастағы шенеунік СССР құлағанға дейін билікке келген ескі гвардия өкілдерінің бірі саналады. Ол Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған тұста Екібастұз әкімі болды. Павлодар облысын басқарған. Кейін Солтүстік Қазақстан облысына жетекшілік етті. 2000 жылдары үкіметке келді. Премьер-министрдің орынбасары, премьер-министр, қорғаныс министрі қызметтерін атқарды. 2017 жылы зейнет жасына жеткен Ахметов сол кезде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен өкілетті 5 жылға ұзартылған еді. Биыл қараша басында ол басқаратын Шығыс Қазақстан облысында 55 мыңнан астам халқы бар Рейдер қаласында мыңдаған тұрғын жылусыз қалған. Әкімдік жағдай біртіндеп қалпына келеді деген. Қараша соңында Өскемен қаласындағы жылу электр станциясының бірінен де күшті аяз кезінде ақау шыққан. 8 желтоқсан күні Сенаттың пленарлық отырысында депутаттар жоғары сот төрағасы Жақып Асановты қызметінен босату туралы шешімді мақұлдады. Оның орнына жоғары сот төрағасы болып Асланбек Мерғалиев сайланды. Президент әкімшілігінің басшысы Мұрат Нұртілеу қаңтарда өкілетті аяқталатын Асановтың басқа қызметке ауысуына байланысты сондай ұсыныс жасағанын айтты. 50 жастағы Асланбек Мерғалиев 2020 жылдың желтоқсан айынан бері Ақтөбе облыстық сотын басқарған. 2015-тен бастап 2020 жылдары Қостанай облыстық сотына жетекшілік еткен. Әр жылдары Павлодар облысының соттарында судья болған. 1999 жылы Стамбул мемлекеттік университетін тәмамдаған. Бейсенбі күні Қарағанды облысының әкімі болып Ермағанбет Бөлекбаев тағайындалды. Бөлекбаев бұған дейін 2 жылдан астам уақыт Қарағанды қаласын басқарған. Ермағанбет Бөлекбаев 8 желтоқсанда аймақ экологиясына басымдық беретінін атап өткен. Оның айтуынша аймақта ауа құрамындағы қалдықтар шамадан тыс артқан. Қарағанды облысынан кейін Астананың әкімі ауысты. Тоқаевтың жарлығымен бас қаланың әкімі болып Жеңіс Қасымбек тағайындалды. Елорданы 3,5 жыл басқарған Алтай Көлгінов қызметінен босатылды. Астанаға жаңа әкім болып тағайындалған Жеңіс Қасымбек әр жылдары транспорт және коммуникация министрі, инвестиция және даму министрі, индустрия және инфраструктуралық даму министрі, премьер-министрдің орынбасары қызметтерін атқарған. Жеңіс Қасымбек саяси карьерасын елде Нұрсұлтан Назарбаев билік құрып тұрған кезде бастаған. Жеңіс Қасымбектің әкесі Махмуд Қасымбек қазір экс-президент Назарбаев кеңсесінің жетекшісі қызметін атқарады. Астана әкімі қызметінен босатылған Алтай Көлгінов 9 желтоқсанда премьер-министрдің орынбасары болып тағайындалды. Елде ең көп сыналатын шенеуніктердің бірі Көлгінов 2019 жылы ел астанасына әкім болып келген кезде қала Нұрсұлтан деп аталатын. Оқиғасынан кейін Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке ықпалы әлсіреген соң қазіргі билік қалаға Астана атауын қайтарған. Көлгінов елде коронавирус жайлаған тұста Астана пандемиядан ең қатты зардап шеккен қаланың бірі болды. 2020 жылы 29 маусымда президент Тоқаев бірнеше облыс әкімі мен министрге, соның ішінде Көлгіновке ескерту жасаған. Бұған қоса Астана әкімдігі елде коронавирустан көз жұмғандар саны артып, елде дәрі-дәрмек жетіспей ауруханада орын тапшы болып жатқан кезде 2020 жылы 6 шілде Астана күні қалада үлкен отшашу ұйымдастырған. Бұл отшашу үшін Астана билігі қоғам сынына ұшыраған. Көлгінов қала әкімі болып тұрғанда Астана ЛРТ құрылысы қайта жанданатынын айтып, оған $1 миллиард керек деген. Бірақ қазір бұл жобаның жұмысы толыққанды жалғасқан жоқ. Астана ЛРТ жобасының құрылысы 2017 жылы басталып, бірақ кейін жемқорлық мәселесіне байланысты тоқтап қалған. Көлгінов Астана әкімі болып тұрғанда жеке жарнамасына көп қаржы бөлді деп те басы дауға қалған еді. Жұма күні біраз елшіні орнынан алып, президент әкімшілігінде өзгерістер жасаған Тоқаев күйеу баласы Теміртай Ізбастинді де Қазақстанның Болгариядағы елшісі қызметінен босатты.
Тоқаевтың туған қарындасы Қарлыға Избастинаның күйеуі Теміртай Избастин 2019 жылдың қарашасынан бері Қазақстанның Болгариядағы елшісі болған. 65 жастағы Теміртай Избастин дипломатикалық қызметті Тоқаев сыртқы істер министрі болып тағайындалған жылы бастаған. 25 жыл бойы Қазақстанның түрлі елдегі елшіліктерінде қызмет атқарған Избастин 2019 жылдың қарашасында туған қайынағасы, яғни президент Тоқаевтың жарлығы бойынша Қазақстанның Болгариядағы елшісі болып тағайындалды. Бұған дейін Қазақстан Конституциясына президент туыстарының белгілі бір мекемелерде басшылық қызмет атқаруына тыйым салатын тармақ қосылған. Биыл сәуірде Әділет министрі Қанат Мусин журналистерге берген сұхбатында бұл өзгеріс президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың туыстарына да қолданылатынын айтқан. Әзірге айтарымыз осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Видеоларымыз ұнаса лайк басып, бөлісе отырыңыздар. Келесі аптада кездескенше.